Әлемдегі ең бай адамның арам өлімі. Күндердің күнінде әлемде ең бай отбасынан шыққан еврей барон Ротшильд деген кісі болыпты. Ол дәулеті көбейген сайын сараңдық танытып, мұқтаж жандарға қол ұшын беруден бас тартады. Содан бір күні Илья есімді еврейдің көсемі оған келіп, сен дүниеге беріліп, ақыретті ұмыттың. Айналадағы адамдардың қамын ойламайтын жағдайға жеттің. Бұның қалай дейді? Ротшильд мысқылдап оған жауап беруден де бас тартады. Сонда Илья сөзін жалғап, дәл осылай жалғаса берсе, сен арам өлесің, білемісің дейді. Сонда Ротшильд, егер мен өлсем, ең ұлы әрі беделді 10 еврей тәнімді қабірге дейін жоғары көтеріп, мадақтап жаяу апарады дейді. Илья арадағы сұхбаттың нәтижесі болатынын түсініп, қолын сілтеп теріс бұрылып кетіп қалады. Расымен Ротшильдтің сарайы өте үлкен болатын. Оның қазынасы жертөледе сарайдың бір шетінде орналасқан еді. Арада бірнеше күндер өтіп, Ротшильд сарайын аралап, қазынасын бір бақылап көруге бел буады. Қазына жасырынған бөлменің есігі ауыр темірден жасалған еді. Содан Ротшильд есікті ашып ішке кіреді. Алайда кілтті құлыпқа салған бойда есіктің сыртында ұмытып кетеді. Ол сейфтерді тексеріп жатқанда кенет темір есік артынан жабылып қалады. Ротшильд болса жан салып есікті ұрып айғайлай бастайды. Бірақ сарайдың үлкендігі мен темір есіктің қалыңдығы сонша, оның дауысы ұзаққа жетпейді. Ол қанша шығуға тырысқанымен бәрібір шарасыз қалады. Көп ұзамай Ротшильд әлемнің жартысын сатып алатын қазынаның арасында аштан арам өледі. Содан кейін оның денесін 2 аптадан кейін тауып, ешбір құрметсіз жерлеп тастай салады.